Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ел болып жайлы уақиға сүресі қазақша, арабша Құран хатын оқу. Қуылған шайтанның кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Болмай қоймайтын ұлы оқиға қиямет қайым орнаған кезде. Арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иза вақиатил вақиа. Оның болатынын ешкімді жоққа шығара алмайды. Лайса ли вақиатиха казиба. Бұл оқиға біреуді төмендетіп, қор қылып, енді біреуді көтереді, мерейін өсіреді. Хафидатур рафиа. Жер қатты сілкінгенде. Иза руджатил арду раджа. Таулардың быт-шыты шығып. Вабуссатил джибалу басса. Шаң тозаңға айналғанда. Факаната хабаам мумбасса. Және сендер, уа саналы жаратылыстар, үш топқа бөлінгендеріңде. Вакунтум азваджан саласа. Асхабул маймана. Амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар. Олар қандай бақытты жандар десеңші. Фа асхабул майманати ма асхабул маймана. Асхабул мәшәмә. Амал дәптерін сол жақтан алатын бейбақтар. Олар неткен бейбақ десеңші. Ва асхабул мәшәмәти ма асхабул мәшәмә. Иманда, ізгілікте, Алланың дініне қызметте оқ бойы озық болғандар, олар Алланың рақымына бөленуде де ең алда болады. Вассабиқун ассабиқун. Аллаға ең жақын болғандар міне солар. Улаикал муқаррабун. Олар нығметтерге толы жәннаттарда болады. Фи джаннатин наим. Олардың басым көпшілігі Алланың дінін елден бұрын қабылдап қолдағандар болады. Суллатум минал аувалин. Аз бөлігі дінге кейіннен келіп қолдау көрсеткен кейінгі ұрпақтар. Ва қалилум минал ахирин. Олар асыл тастармен зерленген, қаз қатар тізілген жайлы да салтанатты орынтақтарға жайғасады. Аля сурурим маудуна. Қарама-қарсы қойылған жайлы орынтақтарға шалқая түсіп, бір-біріне қарасып отырады. Муттакиина алейха мутақабилин. Олардың айналасында мәңгі бақи алған балауса қалпынан өзгермейтін боз балалар айналсоқтап, құрақ ұшып қызмет көрсетіп жүреді. Ятуфу алейхим вилданум мухалладун. Жұмақ шарабы құйылған тостағандар, құмыралар және қадақтармен оларды айналсоқтап жүреді. Би аквабин ва абариқа ва кәсим маин. Бұл шараптан олардың басы да ауырмайды, мас та болмайды. Ла ясудду ла юсаддауна анха ва ла юнзифун. Сондай-ақ аталмыш қызметшілер жұмақтықтарға өздері қалап таңдап жейтін жеміс жидектің түр-түрін. Вафакихатим мимма ятахайярун. Көңілдері соққан алуан түрлі құс еттерін ұсынып бәйек болып жүреді. Валахми тайрим мимма яштахун. Көздері мөлдірген хор қыздары. Вахурун айин. Бейне бір қабір шағынан алынбай сол күйі сақталған інжулер секілді. Кәәмсәлил лу'лу'ил мәкнун. Оның бәрі оларға дүниеде істеген игілікті істерінің қарымы ретінде беріледі.
جزاء بما كانوا يعملون. Олар онда бос әрі күнәға батыратын бірде-бір сөз естімейді. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Еститіндері тек сәлем сәлем деген игі тілектер ғана. إلا قيلا سلاما سلاما. Асхабул ямин, амал дәптерін оң жақтан алатын бақытты жандар. Олар қандай бақытты жандар десеңші? Ва асхабул ямини ма асхабул ямин. Олар жеміс салмағынан бұтағы иілген тікенсіз шие ағаштарының және фи сидрим махдуд, шоқ-шоқ болып ұйыса біткен банан ағаштарының, ваталхим мандуд, созылып жатқан кең саясында, вазиллим мамдуд, һәм сарқырап аққан сулардың жағасында болады. Вамаим маскуб, сондай-ақ ағыл-тегіл жеміс жидектердің. Вафакихатин кафира, әсте таусылмайтын әрі тыйым салынбайтын жемістердің арасында болады. Ла мaqtu'atin ва ла мамну'a, қастарында аса ардақты жұбайлары бар. Ва фурушим марфу'a, біз ол кезде оларда тәні мен жан дүниелерін жұмаққа лайық етіп жаңадан жаратқан боламыз. Инна анша'нахунна инша'a, оларды қыз кездеріндегі пәк қалпына қайта түсіреміз. Фажa'алнахунна абкара, олар жұбайларын құлай сүйетін әрі жас жағынан да түйедей құрдас болады. Урубан атраба, бұлардың бәрі амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар асхабул ямин үшін. Ли асхабил ямин, олардың көбі Алланың дінін елден бұрын қабылдап қолдағандар. Суллатум минал аувалин, енді бір сыпырасы дінге кейіннен келіп қолдау көрсеткен кейінгі ұрпақтар. Ва суллатум минал ахирин, ал амал дәптертерін сол жақтан алатын асхабу шималға келсек, олар неткен бейбақтар десеңші? Ва асхабу шимали ма асхабу шимал, қуырып жіберетін от пен қайнақ сулардың ішінде. Фи самумин ва хамим, қоп қою түтіннің ішінде. Вазиллим мин яхмум, салқын да емес, жайлы да емес. Ла баридин ва ла карим, өйткені олар одан бұрын дүниенің буына масайрап әбден есіріп азғындыққа салынған еді. Иннахум кану қабла залика мутрафин, ең үлкен кешірілмес күнәда Аллаға серік қосуда һәм оны жоққа шығаруда табандап тұрып алған болатын. Ва кану юсирруна алал хинсил азим, олар сонда біз өліп топыраққа һәм шіріген қу сүйекке айналғаннан кейін шынымен қайта тірілеміз бе? وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ.
баяғыда өткен ата-бабаларымыз да қайта тірілеме деп көкитін. Әуә әбәунәл әуәлун. Сен бұлай де, алғашқылар да кейінгілер де бірі қалмай қайта тірілетін болады. Құл иннәл әуәлина вәл ахирин. Сөйтіп барлығы дүниенің ақырын білдіретін белгілі бір күнде міндетті түрде бір жерге ғарасат майданына жиналады. Ләмәжмууна иля миқати яумин мә'лум. Ей, хақ жолдан адасып ақыретті жоққа шығарғандар, содан кейін мына сендер. Сумма иннакум айюхаддаллунал муказзибун. Міндетті түрде заққұм ағашының жемісінен жейтін боласыңдар. Ләәкилуна мин шәжәратин заққум. Жеп-жеп қарындарыңды сонымен лыққа толтырасыңдар. Фәмәлиуна минәһәл бутун. Оның үстіне қайнақ су ішесіңдер. Фәшәрибуна алайхи минәл хамим. Құдды әбден шөлдеп келіп суға бас қойған түйелерше сіміресіңдер. Вәшәрибуна шурбәл хим. Дін, ұлы сот һәм қарымта күні оларға көрсетілетін сый құрмет міне осы. Хәзә нузулухум яумәддин. Сендерді жаратқан мына біз, сонда да ақырет ақиқатына сенбейсіңдер ме? Нахну халақнакум фәләула тусаддиқун. Әйелдерінің жатырына төккен мәни шахват суларыңа қарамайсыңдар ма? Афарайтум ма тумнун. Соны һәм содан пайда болатын адамды жарататын сендерсіңдер ме, әлде біз бе? Әәнтум тахлуқунаху әм нахнул халиқун. Араларында пешенелеріңе өлімді жазғанда біз, сондықтан да сендерге ажал құштырамыз десек, бізге ешкім бөгет бола алмайды. Нахну қаддарна байнакумул маута ва ма нахну бимасбуқин. Сендерді өлтіріп, орындарыңа дәл өздеріңдей басқа адамдарды келтіреміз десек те, яки сендерді өздеріңе беймәлім жаңа болмысты қайтадан жаратамыз десек те, бізге ешкім қарсы келе алмайды. Аля ан нубаддила амсалакум ва нушиакум фима ла та'ламун. Өздеріңді алғаш жоқтан жаратқанымызды, яғни дүниеге қалай келтірілгендеріңді шүбәсіз жақсы білесіңдер. Ендеше соған ой жүгіртулерің, сөйтіп келесі жаратылыстың да әбден мүмкін екенін мойындауларың керек емес пе? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Еккен егістеріңе қарамайсыңдар ма? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Оны сендер өсіріп жатырсыңдар ма, әлде біз өсірудеміз бе? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Егер қаласақ, әлгі өсіп шыққан егістеріңді бірден қу қиқымға айналдырар едік. Сөйтіп не істерлеріңді білмей аңырап тұрар едіңдер һәм لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Ойбай-ау, енді қайттық, еңбегіміз еш кетті-ау.
إنا لمغرمون. Бәрінен де ризық несібеден қағылып масқара болғанымызды қарашы деп аһ ұрар едіңдер. Бәл нахну мәхрумун. Сондай-ақ ішіп жүрген суларыңа қарамайсыңдар ма? Афәрәәйтумул маа аллазии ташрабун. Оны бұлттан жаудырған сендерсіңдер ме, әлде жаудыратын біз бе? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Қаласақ оны тұзды қылар едік, ендеше шүкіршілік етулерің керек емес пе? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Ал жаққан оттарыңа не дейсіңдер? Афәрәәйтумун нара аллати турун. Оның ағашын өз қолдарыңмен өсіріп едіңдер, әлде өсіретін біз бе? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Біз оны адамдар үшін ғибрат һәм сахараны мекендеген көшпенділер мен жолаушылар үшін, сондай-ақ оған зәру жандар үшін пайда көзі қылдық. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіздігін, кемшілік пен серік атаулыдан ада екендігін айтып ұлықта. Фасаббих бисми раббикал азим. Жұлдыздардың орнына серт. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. Біле білсеңдер, бұл шынында да өте үлкен серт. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Анығында ол өте қасиетті Құран. Иннаху лақур'анун карим. Ол ерекше қорғауға алынған кітапта, лаухул махфузда. Фи китабим макнун. Оны тәндік һәм рухани кірлерден толық арылған таза жандардан өзгелер ұстай алмайды. لا يمسه إلا المطهرون. Ол әлемдердің Раббысы тарапынан бірте-бірте түсірілген. Танзилум мир раббил аламин. Сонда сендер бұл сөзді менсінбейсіңдер ме? Яғни оны түкке тұрғысыз санап жалғанға шығарасыңдар ма? Афа бихазал хадиси антум мудхинун. Сонда сендер үшін баға жетпес нығмет болған осынау кітаптан алар нәсіптерің оны өтірік деу болды ма? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Жан алқымға тығылғанда не істер екенсіңдер, көрейік. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. Сол бір сәтте өлім аузында жатқан адамның басында амалдарын құрып, Құдайдың ісіне не шара деп құр қарап тұрасыңдар.
وأنتم حينئذ تنظرون. Біз оған сендерден де жақынбыз, алайда сендер көрмейсіңдер. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Қане, егер өздерің айтқандай күпірліктерің мен күнәларың үшін жауапқа тартылмайтын болсаңдар, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Егер айтқандарың рас және өздеріңде шынайы болсаңдар, қане, алтынға тығылған сол жанды денеге кері қайтармайсыңдар ма? تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Егер қайтыс болған жан Аллаға жақын хас пенделердің бірі болса, فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Онда оны мәңгілік рақат ғұмыр, ең керемет ризық несібе мен көз көріп құлақ естімеген нығметтер мен шаттыққа толы нағим жұмағы күтеді. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ. Онда оны мәңгілік рақат ғұмыр, ең керемет ризық несібе мен көз көріп құлақ естімеген нығметтер мен шаттыққа толы нағим жұмағы күтеді. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ. Егер амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар асхабул яминнің қатарында болса, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Онда оған, амал дәптерін оң жақтан алған игілік иесі, саған өзің сияқты игілік иелерінен жалынды сәлем делініп, ерекше қошемет көрсетіледі. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Ал егер ол хақ дінге де пайғамбарға да сенбей хақ жолдан адасқандардың бірі болса, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Онда оған тозақтың тұрақты да сыйлы қонағы ретінде бұрқ-сарқ қайнаған ыстық сумен сый құрмет көрсетіледі. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Әрі жалындаған жаһаннам отына тасталады. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Анық ақиқат міне осы Құран. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіз екендігін айтып ұлықта. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Садақаллахул азим. Уақиға сүресінің соңы.